100 салауат айтсаңыз, Аллах Тағала 70-ін осы дүниеде қалдырып сауабын, 30-ын о дүниеге қалдырып қояды екен. 100 рет салауат айтқанның өзінде. Көрдіңіздер ма? Салауат бүкіл өміріңіздегі проблемаларыңыздың барлығын, иншалла, Алланың қалауымен Аллах Тағала шешіп береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеттерін, амалдарын жасап, өмірбаянын тыңдап, салауат айтып жүретін болсақ, азаннан кешке дейін мысалға 2000, 3000, 5000 салауат айтатын болсақ, машаллах, өте керемет. Енді қараңыз, 100 салауат айтқанның өзінде 70-ін осы дүниеде қалдырады. Рахымдылығын. Ал 30-ын о дүниеге қалдырады екен. Ертең Алланың алдына қияметке барған кезде, махшарға. Сол кезінде, сол сіз күнге айтылып атқан сауап, 1000 болсын, 2000 болсын, 3000 салауат айтып, 5000, біреулер 10.000-ға дейін жеткізеді. Бір қыз маған осы подписчикалардың ішіне біреуі 24 сағатта 60.000 салауат айтқан. 24 сағатта 50.000 истихфар айтқан бір қыз бар. Сол бірақ қыз. Сондықтан қараңыздар, қанша айтып, шаған теңіз сауап жиналып жатыр да, Алланың қалауымен. Түнде тұрып салауат оқысаңыз да, Аллах Тағала бүкіл дұға тілектеріңізді қабыл қылады. Қарыз, кредит, уайым, қайғы. Мына видеоның жалғасы YouTube каналда болады. Бірде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір сахаба келген. Сөйткенде, мен түнде тұрып салауат айтам, 15 минут деген. Сөйтсе пайғамбарымыз саллаллаху машаллах, өте керемет қой, түнде тұрып салауат айтқаның өте керемет қой. Үстіне сәл қоссаң, жақсы болатын еді өзіңе дейді. Сол кезінде жаңа сахаба айтады. Онда мен, я Расулаллах, онда жарты сағат айтайыншы салауат дейді. Сол кезінде, машаллах, өте керемет қой бұл. Жарты сағат айтқаның. Тағы да үстіне қоссаң, өзің үшін қайырлы болатын еді дейді. Сол кезінде жаңағы сахаба айтады. Мен онда 1 сағат бойы салауат айтамын дейді. Бола ма дейді. Машаллах, пайғамбарымыз саллаллаху қуанып кетеді де айтады. Бүкіл қайғы, қасірет барлығын Аллах Тағала шешіп береді дейді. Түнде тұрып, күнделікті жарты сағат, 1 сағат салауат айтсаңыз, күнге тұрып, намаз оқи алмасаңыз да. Иншалла, оның артынан намаз келеді. Таң намаз бар жерде ол намаз обязательно келеді 5 уақыт намаз. Сөйтіп намаз оқып кетесіздер, Құдай қаласа. Салауаттың 3 түрі бар екен да. Салауат негізі түрлері көп. Мен мына жерде 3 түрін қазір экранда көресіздер. Салауат айтып жатқан кезде әріптен қате кетуіміз мүмкін да. Сол үшін байқайық, экранда тұр. YouTube болса видеоның астына жазып қоямын обязательно. Сондықтан әріптен қате кетпейік. Біз негізінде елімізде бұлай салауатты көбінесе бұлай айтамыз. Салаллаху алейки вассалям. Вассалям. Салаллаху алейки вассалям деп айтамыз. Бұл дұрыс емес. Дұрысы бұлайнан айтылады. Салаллаху алейхи вассалям. Салаллаху алейхи вассалям. Екілі. Вассалям. Салаллаху алейхи вассалям. Одан кейін екінші салауат. Алейхи салату вассалям. Бұл да дұрыс салауат, экранда жазып қойдым. Алейхи салату вассалям. Бұл да дұрыс салауат. Қайсы айтсаңыздар да өзіңіз білесіздер. Сосын мынандай салауат бар. Салауатуллахи вассаламуху алейхи. Бұл да салауаттың енді мен 3 түрін, негізде салауаттың түрі көп, истихфардың түрі көп, өздеріңіз білесіздер, қайсын айтсаңыздар да. Экранда жазып кеттім. Осыны бұған арнайы дәрет, арнайы уақыт, арнайы бір құбыла қарап отырып айтудың да қажеті жоқ. Тек қана осылайнан шын жүрегімізбен, жалпы салауаттың мағынасы неде? Салауаттың мағынасы, я Аллах Тағала,
Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сенің игілігің мен сәлемің берекетің болсын деген мағынаны білдіреді. Және де осы салауат айтып тұрған кезде біз жүрекпен саллаллаху алейхи уассалам деп тілмен кетсе, уассалам, жүрегімізбен Аллах тағала Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сенің игілігің мен сәлемің берекетің болсын деп қазақша мағынасы кету керек. Яғни бір проблемаларды ойлап тұрып, мен қазір Аллах тағалаға 1000 салауат айтсам, Аллах тағала мен осы дұға тілегімді қабыл қылады деген ниет дұрыс емес. Ниет тек қана Алланың разылығы үшін болу керек. Истихфарда, салауатты айтқан кезде. Истихфар астағфируллах ва атубу илейх. Истихфардың да түрі көп. Қайсысын айтсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мағынасы Аллах тағала менің өткен біліп білмес деп қойған күнәларымды кешіре гөр. Күнәларым үшін тәубе етемін саған Аллах тағала деген мағынаны білдіреді. Ал ендеше салауат истихфарды өздеріңіз білесіздер, қанша айтасыздар. Бірінші салауат немесе истихфар айтасыздар ма, өз еркілеріңіз. Сосын түнде тұрып салауат айтуды әдетке айналдырыңыздар. Иншалла көресіздер өмірлеріңіз қалай өзгерген.